Құрметті біздің студенттер, Әл-Фараби мұрасына қызығушылық танытқан көрермендер. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 30 жылдыққа 30 апталық шарасының аясында Ұлы Фарабидің ұлағаты бағытындағы бұқаралық дәрістер циклын бастап отыр. Бұл дәрістерді ұлы даланың дара тұлғасы Абу Насыр Әл-Фараби және даламыздың өзге де данышпандардың жазба мұрасын іздеп тауып, зерттеп, ғылыми айналымға енгізуге шығармашылық өмірін арнаған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 2000-2013 жылдары басқарған белгілі ғалым Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының директорының кеңесшісі, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, Қазақстанның мемлекеттік 14 университетінің құрметті профессоры, Малайзия, Түркия университеттерінің құрметті докторы, Халықаралық араб тілі ғылым академиясының академигі, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің дамуына қосқан айрықша үлес үшін Әл-Фараби үлкен алтын медалінің иегері Әбсаттар қажы Дербіселі ағамыздың дәрісінен бастауды жөн көрдік. Дәрістің аты «Отырарлық ғұламалар» деп аталады. Әбсаттар ағамыз Түркия, Испания, Марокко, Ресей және тағы да басқа елдердің кітапхана қорында сақтаулы Әл-Фарабидің араб, түрік, ағылшын, француз тілдеріндегі 100-ден астам еңбегін саралап, ортағасырлық араб тарихшы шежірешілердің Әл-Фараби жайлы жазба деректерін қазақ тіліне аударды. Қазақ ұлттық университетінің халықаралық Әл-Фараби орталығына қош келдіңіз дей отырып, сөзді өзіңізге берсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті оқушылар, қазақ әдебиетін, мәдениетін, тарихымен қызығатындар, сіздер үшін бүгін біз отырар жерінің ұлы перзенті, бүкіл әлемдік руханиятқа, ислам өркениетіне үлес қосқан ғалым бабамыз Әбу Насыр Әл-Фараби туралы әңгіме етпекпіз. Осы хабарға дейін мен әдейі бұдан бірнеше жыл бұрын шыққан Қазақ СССР тарихын бір қарап шықтым. Ең соңғы басылымдарының өзінде де аса көп өзгеріс байқай қоймадым. Мен не айтып отырмын? Бұл орта ғасырлардағы қазақ халқының Қазақстан тарихына арналған екінші томда қазақ жерінен шыққан түркі жұртына ортақ Әбу Насыр Әл-Фарабиді, Жүсіп Баласағуниді, Қашқариді, Қожа Ахмет Яссауиді ғана атап өтілген. Бір-екі бетте ғана. Бұл енді әрине кеңестік дәуірдегі идеологияның әсері болу керек. Бірақ міне 30 жыл өтті. Енді осы 30 жылғы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейінгі менің ізденістерім қазақ даласынан шыққан 200-ден астам ғалымдар болғандығын көрсетіп отыр. 200-ден астам. Соның ішіндегі ауыз толтырып ерекше атап өтерлік бұл отырар перзенттері. Соның ішінде жоғарыда айтып кеткен 32-30 ғалымның ішіндегі көрнектісі сөз жоқ энциклопедист ғалым Әбу Насыр Әл-Фараби. Әбу Насыр Әл-Фараби исламның өнімі. Ислам әлемдік өркениетке үлкен үлес қосқан өркениет. Қазақ даласына ислам діні мен өркениеті, мәдениеті 8 ғасырдан бастап келе бастады. 751-752 жылдары Талас бойындағы Қарақытайлар мен ислам әскерлерінің мұсылмандардың арасында болған қанды шайқаста исламдың бағы жанды, нұры тасыды, жеңді, Қарақытайлардың тас-талқанын шығарды. Міне сөйтіп бір жола ислам діні орнықты Қазақ даласында
ислам өркениеті жылдам дами бастады. Исламға дейін және кейінде қазақ даласында бір қатар қалалар, мәдениет ошақтары болды. Анау Арал теңізінің бері жағынан, Сырдың аралға құятын жағына Қазал маңынан бастап қарасақ, Жент деген қала болғандығын байқаймыз. Жент. Осы күнге түріктер біздің бабаларымыздың атамекені деп айтады. Ол да дұрыс. Міне осы Женттің өзінен мен 40-тан астам ғалымдар таптым. Көпшілігінің еңбектері сақталған. Енді бері қарай келетін болсақ, Сығанақ қаласы. Бұл да үлкен ғылыми, мәдени, тарихи, рухани орталық еді. Бұдан мен Хусамаддин Ас-Сығанақи атты ғалымды таптым. Сығанақи бабамыздың 8 томдық еңбегі Сауд Арабиясында, Риядта және Каирде, Каир қаласында жарыққа шықты. Бұл естелік айта кетейін. Осыдан бір жыл бұрын Каирге барған бір сапарымда осы Алматыда Нұр Мүбарак университетінде қызмет етіп кеткен бір профессор маған жолығып, сіз осы Хусамаддин Сығанақиді зерттеп жүрдіңіз ғой. Мына Каир қаласында сол кісінің 8 томдық еңбегі бар. Көргіңіз келе ма? Келгенде қандай? Сөйтіп екеуміз сол кітаптарды шығарған баспаға бардық. Баспаның директорына жолықтық. Сосын ол кісі айтты. Махмуд Фуат деген профессор еді. Мына кісі Қазақстанның бас мүфтиі, ғалым кісі, Сығанақ қаласынан шыққан ғалымды зерттеп жүр. Сіздер сол кісінің бірнеше еңбектерін бастап шығардыңыздар ғой деді. Я шығардық деді. Ендеше бұл кісі соны көргісі келеді деді. Сол кісі айтты, ойбай, ол кітап шыққалы бір жыл болды ғой. Ол сатылып кеткен, қазір жоқ деді. Қап деп, іштей өкініп қалдым. Сөйтіп, рахмет деп, қош айтысып, бұрылып, есікке беттегенде оған тоқтаңыз, ғафу етіңіз. Ол сізге неге керек еді деді. Құдай аузыма салды ма білмеймін. Ол менің бабам еді дедім. Шында да солай. Қазақ даласының перзенті болғаннан кейін, әрине бабамыз деп айту хақымыз бар. Онда тоқтаңыз, отырыңыз. Деді дағы көмекшісі, мен шай әкел деді. Бұл кісі шай іше тұрсын. Сен барып біздің үйден 8 томдық Сығанақидің еңбегін алып кел. Мен бұл кісіге берейін. Мен тағы табармын деді. Сөйтіп, сол жолы мен Хусамаддин Сығанақи бабамыздың 8 томдығын алып қайтып едім. Берірақ келетін болсақ, Сауран қаласы. Сауран қаласынан да шыққан бірнеше ғалымдар бар. Бері қарай Түркістанға келсек, Түркістан қаласынан шыққанда талай Түркістанилер бар. Түркістанның ежелгі атауы Шауғар болғанын білеміз. Кейін Ясы деп аталғанын білеміз. Одан кейін орта ғасырларда Түркістан деп аталғанын білеміз. Міне осы Шауғари деген есім алған, Ясауи деген есім алған, Түркістани деген есіммен белгілі көптеген ғалымдар барын таптым. Шауғари деген бірнеше ғалымдар араб тілді дерек көздерінен таптым. Ал енді Ясауи, Ясыдан шыққан Ясылықта бірнеше ғалымдар таптым. Және Түркістаннан шыққанда ғалымдар таптым. Бұлар кімдер еді? Бұлар Ясауилер келетін болсақ, бұлардың ұрпақтары бірте-бірте сонау Кашмирге дейін жеткен екен. Мен бір Индияда болғанымда, үнді ғалымдары біздің ислам дінін қабылдауымызға біздің бабаларымыздың, сіздердің аталарыңыздың үлкен ықпалы болған деді. Қалай дедім осында? Мына Ясы деген қала бар ма сізде? Бар. Ол қазір бірақ Түркістан деп аталады. Сол Ясыдан шыққан 10 шақты кісі біздің мына Кашмирде тұрған, туылған,
өмір сүрген, еңбек еткен, шығармалар қалдырған деді. Кейін қарасам, шынында да солай екен. Ал енді біз қазір осы Яссыдан шыққан тек Қожа Ахмет Яссауиді ғана білеміз. Ал бірақ мен Яссыдан шыққан Қожа Ахмет Яссауи бабамызға дейін 100 жылдай бұрын ғұмыр кешкен ғалымды таптым. Міне Түркістаннан бері қарай келетін болсақ, Сайрам қаласы. Сайрамның ежелгі атауы Исфиджаб еді. Одан кейін ол Мәдинатул-Байда, Аққала. Одан кейін Сайрам деген атау алды. Осы мінекей Исфиджабилер де көп. Мәдинатул-Байдадан шыққан ғалымдар да бірнешеу. Және Сайрамилер де бірнеше. Мен оған тағы тоқталармын. Ары бері қарай келетін болсақ, Тараз қаласы. Тараздан да шыққан менің зерттеулерім 70-тен астам ғалымдар таптым. 70-тен астам. Соның бірегейлерінің біреуі Хибатулла ат-Тарази. Бұл туралы кезінде мен жазғам. Бұл туралы да айтармын. Жуырда маусым айының басында Тараз қаласында жоғарыда айтып кеткен, әңгіменің басында айтып кеткен Атлақ шайқасына арналған үлкен бір халықаралық конференция өткелі жатыр. Міне осы Атлақтан да Тараздың маңындағы шыққан ақын бар. Тараздан шыққан ғалымдарды айттық. Ал қарай, бері қарай кетіп болсақ, Баласағұн қаласы. Бұл да үлкен тарихи қала еді. Мұхаммед Хайдар Дулати Тарихи Рашиди деген кітабында Баласағұн қаласы туралы айта келіп, Баласағұннан шыққан ғалымдар, Самарқаннан шыққан ғалымдарда көп екендігін көрдім, таң қалдым дейді. Міне онда зерттейтін уақыт келді. Баласағұннан біз Жүсіп Баласағұнды білеміз. Ал енді одан бұрын Абу Абдулла Әл-Баласағуни, Имам Әл-Баласағуни деген кісілер бар. Оларды да біз зерттеуіміз керек. Енді осылардың ішіндегі, осы аталғанды ғалымдардың ішіндегі әрине ең атақтысы Әбу Насыр Әл-Фараби еді. Отырар қаласының іргетасы меніңше исламға дейін қаланған. Өйткені арабтар Мауараннахр жұртын алған кезде осы Отырар қаласында туралы айтылады. Отырар қаласының осы арабтар Самарқанды, Бұхараны алған кезде Отырардың әкімінің сол жақта жүргендігі туралы айтылған жазба дерек бар. Міне осы Отырар бүкіл Орта Азияның, қазақ жерінің де үлкен бір рухани, мәдени, тарихи орталығы болды. Міне осы қалада 870 жылы Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыз дүниеге келді. Әбу Насыр жайлы араб тілі деректерде оның әкесінің әскери кісі болғандығын айтылады. Ол да солай шығар мүмкін. Өйткені арабтар келгеннен кейін, әскер құрғаннан кейін, исламды қабылдаған түркі текті Әбу Насырдың әкесін де қызметке тартуы мүмкін. Міне ол кезде ислам әлеміндегі ғылым білімнің орталығы Димашқ, Дамаск қаласы, Халаб қаласы, Бағдат қаласы, Каир қаласы секілді бірнеше қалалар еді. Міне Әбу Насырдың әкесі баласын сол орталықтардан барып білім алсын деп Бағдатқа аттандырған қойып, орыстың атақты ғалым Бертельс деген кісі осы Әл-Фараби туралы жазған бір мақаласында Әбу Насырдың әкесінің баласын сол жаққа жіберудің себебін дәл ол кезде ислам келгенде көп болмағандықтан
әлі Әл-Фарабиге білім беретін үлкен биік дәрежелі ғалымдар әлі қалыптаспаған еді ау деген секілді ой айтады. Міне Әл-Фараби Бағдатқа барған кезде ғалымдардың көпшілігі, араб тарихшылары Әбу Насырдың араб тілін білмейтіндігін айтады. Түркі өзінің ана тілі, түркі тілін білетін еді, араб тілін білмейтін еді. Міне осындай ғалым сол елдерде жүріп, тұңғыш рет араб тілін меңгерді. Жақсы меңгерді, биік дәрежеде меңгерді. Үлкен шығармалар, зерттеулер жазалатын деңгейге көтерілді. Сондай ол көне грек тілінде меңгеріп алды. Сол кездері, сол жылдары, сол ғасырлары көне грек, ежелгі антик ғасырларындағы ғалымдардың шығармаларын зерттеу, соған мойын бұру байқалады. Міне Әл-Фараби де бірте-бірте осы көне грек ғалымдарының шығармаларына қызығушылық танытқан екен. Сөйткен Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыз көне грек ғалымдары Аристотельдің, Птоломейдің, Платонның, тағы да басқа көрнекті ойшылдардың шығармаларына түсіндірме, шарх жаза бастайды. Ол кездер түсіндірме жазу да ғылымның бір саласы болған. Ал түсіндірмені жазатын адам ол көне грек тілін жақсы білу керек еді. Және өзі сол тілде, араб тілінде жазатын болғанда араб тілінде жақсы білу керек. Яғни бұдан шығатын қорытынды Әбу Насырдың араб тілінде, қасиетті Құранның тілінде, грек тілінде жақсы білгендігін көрсетіп отыр. Сөйткен Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыз көне грек ғалымдарының шығармаларына көптеген түсіндірмелер жазған екен. Әбу Насыр Әл-Фарабиге дейін де түсіндірме жазғандар көп болған. Бірақ олар шығармаларға бір тілден екінші тілге араб, мысалы грек тілінен араб тіліне аударудың методологиясы биік деңгейде болмағандықтан олардың аудармалары жай ғана сөздер ғана шыққан ғой. Оны оқыған адам түсіне бермеген. Бұны кім айтқан? Бұны Абу Али бин Сина атақты айтқан. Әбу Насыр Әл-Фарабидің рухани шәкірті. Сол кісі Бағдат базарларының бірін аралап келе жатқан кезде кітап дүкен жайма ғой. Дүкендердің бірінен Әбу Насыр Әл-Фарабидің грек ғалымдарының шығармаларын, Аристотельдің шығармаларына болу керек, жазған түсіндірмесін оқып, көзім шайдай ашылды. Көзім шай, маған бәрі түсікті бола кетті. Қатты қуандығандықтан жарлы жақыбайларға садақалы өстірдім. Және 2 рәкат намаз оқыдым деп жазған екен. Сөйткен Әл-Фараби бабамыз ғылымның сан саласы, сол өзіне дейінгі болған, өзінің кезінде болған ғылымның сан саласында арналған ғылыми шығармалар жазған. Енді көне грек ғалымдарының шығармаларını түсіндірме жазды деген кезде кейбір кісілер онда тек қана бұл кісінің атасы түсіндірмеші ретінде ғана шыққан екен ғой деп ойлап қалу. Жоқ, Әбу Насырдың өзінде көптеген төлтумасы бар. Өзінің қаламнан шыққан дүние, солардың барлығы мінекей енді елге оралтып, бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның Әбу Насырдың бүгінгі ұрпақтарына таныстыратын, табыстыратын заман келді ғой деп ойлаймын. Әбу Насырдың бұл кісі өмір бақи жеке дара өмір сүрген. Ойын сауық, ырду-дырдаудан бойына аулақ салған кісі. Тіпті түнде де, бақтарда өз сатып алған білте шамды жағып қойып, кітап оқымайында асқан екен. Бұл ғажап қой. Бұл ғажап қой. Сөйтіп, өмірін өткізген екен. Өмірінің аяқ сағында, аяқ соңғы кезінде қазіргі Дамаскіден 300 шақырымдан астам жердегі Халаб қаласында, мен бірнеше рет болдым онда, Халаб қаласында өмір сүріп жатқан Сайф-ад-Дәулә Әл-Хамдани деген кісінің қайта-қайта шақыруменен
бірде Дамаскіге барғаны тура айтылады. Онда әмір бұл кісіні көрмегендіктен, бұл кісіні біліп тани қоймаған ғой. Сонда ол кісі барып сұлтанға, мен қайда отырайын деген ғой, деп сұраған. Сонда сұлтан да, о да үлкен мемлекет қайраткері, дана адам, өзіңізге қай жер лайық деп тапсаңыз, сол жерге отырыңыз деген. Бұл енді бір жағынан сынау ғой. Сонда Әбу Насыр әл-Фараби бабамыз жаңағы сұлтанның қасына барып, соның орындығын сәл ығыстырып жанына отырған екен. Сонда сұлтан таң қалып, қасында оққағарлары және өзі ғана білетін құпия тілді мына қарт дөрек екен. Мен қазір бұған ғылым жайлы сұрақтар қоям. Егер бұл лайықты жауап бере алмаса, бұны жазалау керек деген екен. Сонда Әбу Насыр әл-Фараби бабамыз, әміршім, асықпаңыз, сабыр етіңіз, әр істің байыбына барып шешім шығару керек деген. Сонда сұлтан Сайф-ад-Дәулә таң қалып, япырай, сіз бұл тілді қайдан білесіз деген кезде, бұны Ибн Халликан айтып отыр деген кезде, мен бұл тілді және бұдан басқа 70-ке жоқ тілдерді білемін деген екен. Бұны жазған кім? Бұны жазған Китап Ағиян Әнба Әбна Әз-Заман. Бұны қысқаша қазақшасы Ұлы адамдардың қазасы деген кітаптың авторы Ахмад Ибн Халликан деген кісі. Бұл кісі Әбу Насыр әл-Фарабиден кейін 2 ғасырдан кейін өмір сүрген. 1211 жылы туылып, 1290 жылдары дүниеден өткен. Яғни арасы көп емес қой. Бұның жазғанына толық сенуге болады. Мінекей Әбу Насыр тек қана Халаб қаласында емес, сонымен қатар Дамаскіде, Каирде де тұрған. Каирге де барып, сонда өзінің ғылыми шығармаларын жазумен айналысқан екен. Сонда жүріп, бір кісінің өтінішіменен Әбу Насыр бабамыз музыканың үлкен кітабы атты шығарманы қолға алған екен. Китап Мусиқ әл-Кабир, музыканың үлкен кітабы деп аталады. Аяғын келіп кейін Дамаскіде, Халабта деген секілді сонда аяқтаған екен. Бұл өте үлкен кітап. 1200 беттен тұратын кітап. Ал бізде шығып жүрген Әбу Насыр әл-Фараби музыканың үлкен кітабы деген еңбегі бұл өте қысқартылған, барынша қысқартылған еңбек. Сол 10-шы ғасырда Европа ұйықтап жатқан кезде музыканың теориясын жазу деген бұл ғажап құбылыс. Бұл құбылыс және Әбу Насыр әл-Фарабидің өзі адамзат тарихында үлкен бір құбылыс деп есептеуге болады. Әбу Насыр әл-Фарабиден қалған мұралар туралы әр елдің ғалымдары әртүрлі айтады. Біреулер одан 100 том еңбек қалды дейді. Біреулер 150 дейді, біреулер 200 дейді. Яғни 100 бенен 200-дің арасы. 1967 жылы Алматы қаласында әл-Фарабидің шығармаларын зерттейтін орталық құрылған кезден бастап мұндаға дейін Әбу Насырдың біраз шығармалары орыс, қазақ тілдеріне аударылды. Біраз зерттеулер жасалды. Міне енді Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін осы бір кез тоқтап қалды, осы қайта қолға алынып, биыл Әбу Насыр әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл тойына байланысты Әбу Насыр әл-Фараби атындағы университетімізде қазақ ғылым білімінің қара шаңырағында әл-Фарабидің мұрасын зерттейтін үлкен орталық жұмысын жалғастырып жатқандығын айтуымыз керек. 2020 жыл 29 қаңтарда осы әл-Фараби университетінде ұлы бабамыздың, энциклопедист бабамыздың 1150 жылдығы үлкен салтанатпен атап өтілді. Шымылдық ашылды. Мен Әбу Насырдың 1001 жылдық тойында да болғам. Оны Москвада Шығыстану институтының аспирантурада оқитын кезім 1975 жылы Алматыда о кісінің 1001 жылдығы аталып өтілді. Енді о кезде идеология қиын кезі, атеистік заман кезі. Сондықтан да о кезде қазақ даласына осыншама ғалымдар шықты деп
айта берді онша ұнатпайтын кезде Әбу Насырдың тойы аз да болса атап өтілді. Мінекей Әбу Насырдың тойына мемлекетіміз үлкен мән беріп, мемлекеті хатшы келіп, үлкен жиынды ашып берді. Әлемнің бір қатар елдерінен, бұл грек тіліндегі Аристотельдің шығармаларына түсіндірме жаздық. Сол Грекиядан, Афинадан Әл-Фараби туралы келіп, Афинадан келген бір ғалым Әл-Фараби туралы баяндама жасады. Бағдаттан келді, Дамаскіден келді, Каирден келді, Түркиядан келді деген секілді.